Барлығына сәлем, сіздермен Бану. Бүгін осындай ірімшік пен картоп қосылған өте жеңіл жасалатын әрі дәмді нан жасайтын боламыз. Бұл қытырлақ нанға ешқандай да ашытқы, ешқандай да жұмыртқа қосылмайды және дәмі есіңізден кетпейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер және менің каналыма қосылыңыздар. Осы ингредиенттер бізге керек болады. Ең алдымен ұн, одан кейін 3-1 кесе сүтіміз, 10 грамм ерітілген сары май, тұз, барлығын араластырамыз. Қамырымыз қатты болып шығады. Қамырымыздың бетін асханалық пленкамен орап, тоңазытқышқа салып қоямыз. Сол уақыт аралығында картопымызды қайнатып, езіп аламыз. Үстіне 2 қасық майонез, болмаса қаймақ жағамыз. Барлығын араластырамыз. Қамырымызды алып, жаямыз. Қатты жұқа қылып жаймаймыз. Үстіне ірімшігімізді және картопымызды салып, бетін түйеміз. Жақсылап, ешқандай жері жыртылып қалмауы керек. Жақсылап түйгеннен кейін теріс аударып, оқтаумен жайып аламыз. Нанымыздың көлемі 2 қолдың алақанындай болады. Газдың астын орташа қылып жағып, үстіне майымызды қойып жағып аламыз табаққа. Нанымызды 2 жағынан қызартып аламыз. Бетіне сары майды жағып отырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі сіздерге ұнайтынына кепілдік беремін. Және де біреу емес, бірден 2-3 жасаңыздар, отбасыңызға тойымды әрі өте дәмді нан. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.